үйденбіз. Тәрбиені тектілікті тал бесіктен сүйгенбіз. Жырақ мүлде, бірақ күнде ұмыттың ба соларды, қасын жұлып, көше кезіп, қысқа көйлек киген қыз. Құдай білсін, қай жігіттің саған қақпан құрғанын, тіпті бүгін кім болады құрыққа ілер құрбаның. Білесің бе, ту сыртыңнан байқатпастан бұрышта ағайынды жігіттердің саған қарап тұрғанын. Тырнағынан тәнге дейін жіберсе көз жүгіртіп, жалаң жерің жұрттың ойын жіберер жүз құбылтып. Сені көріп адамдығы арамдық қалмасып, әкең дейін кісілер тұр сілекейін шұбыртып. Қасқалақтап қашан сенің бағың асып жайқалды, жел тұрып ет сыртың түгіл ұят байқалды. Сендейлердің кесірінен күйеулері от басып, апаңдайын әйелдердің шаңырағы шайқалды. Жаның қайда, арың қайда, аямайсың бұл қалай? Ақылға емес ару болып шыға келдің сынғабай. Жынды қылып, үлгі қылып саған еріп санасыз, сіңіліңдей сұлулар жүр ата-анасын тыңдамай. Ойланбассың, саған арнап өлең жазып жатсақ та, бәлкім саған еркектерді ермек қылу мақсатта. Тек ұмытпа, қымбат нәрсе жоғалтпайды қадірін. Сұраныс көп, арзан заттар қалдырмайды жақсатқа. Ұзын етек құрбың ертең айналғанда анаға, сен қызығып көз тігесің көшедегі балаға. Қадірін жоқ қасқа болып қаласың ау сол кезде, пайдасы жоқ затты адам тастамай ма далаға. Сонда сенің көрер едім қалай өмір сүрерің. Ертең кеш қой, қазір ойлан, осы жолдың білемін. Сөз соңында сен көшеге шыққанда күн ашық боп, ең болмаса жел тұрмасын, саған осы тілегім.